Баршаңызға сәлем. Осындай керемет Наполеон тортын дайындайтын боламыз. Әдемі, өте дәмді, өте керемет шығады. Ол үшін бізге холодильниктегі салқын майды алып, осылай көбіктеп турап шығамыз. Міндетті түрде салқын болу керек. Бөлме температурасындағы жарамайды. Осылай мінекей мұздай майымызды турап саламызды осындай езіп крошки жасайтын боламыз. Көп мінекей жаймен крошкеміз шығып жатыр. Мінекей осылай болып шықты крошкеміз. Енді сап-салқын суымызды алып, оған шым-шым тұзымызды қосып, бір жұмыртқамызды қосып, содан соң сұйық майымызды қосып, бір шай қасық. Содан соң 6% немесе 9% уксус қосамыз. Мінекей. Содан соң массамызға құямыз. Егер бірінші суды дайындасаңыз, холодильникке сала тұрасыз. Оның кружке қылып дайындап аламын дегенше. Енді осылай илейтін боламыз. Илеп аламыз осылай. Жұп-жұмсақ тесто болып шығып қажет. Мінекей осындай жұп-жұмсақ тесто, бұны холодильникке салып қоямыз енді. Оған дейін заварной крем дайындайтын боламыз. Ол үшін 40 грамм ұнға 40 грамм кукурузный крахмал саламыз. 80 болу қажет. 61, енді 20 грамм керек. Вот 80 вот мінекей. Енді сүтімізді құйып, жаңағы жасаған кукурузмен ұнымызды салып аламыз. Ұнымызды саламыз да шекерге салып араластырамыз. Мінекей сүтімізді қоямыз. Енді орташа отта астын жағып қойып, жабысып қалмас үшін бұлғап отырамыз осылай. Негізі лопаткамен емес, венчикпен істегені жақсырақ. Сол үшін венчикті алып, осылай бұлғап отырамыз, асты жабысып қалмау қажет. Өзі жаймен деп қоюлана бастайды. Осылай бұлғап отырамыз. Қоюлана бастады жаймен деп. Бұлғаймыз. Осылай тағы кішкене қоюлану қажет. Мінекей болды, астын сөндіріп, енді басқа ыдысқа құйып аламыз. Суытуға толық суығанша дейін осылай мұздай жерге шығарып қоямыз. Бетін жауып.
Енді оған дейін ұнымызды тестосын етеміз. Кішкене ғана ұн сеуіп, сеуіп аламыз кішкене осылай қатты жабыспас үшін. Мықты, қатты, көп нетіп қоймаңыздар. Онды сүйіп қоймаңыздар. Осылай тек кішкене мен ана жұмсақтау болғасын кішкене онды салып жатырмын. Осылай жайып аламыз да. Жаямыз осылай төрт бұрышталып. Осылай жайып шығамыз. Осылай төрт бұрышты қылып жинаймыз. Тағы да бір оқтаумен сеп шығамыз. Осылай істеп болғаннан кейін бөліктерге бөліп шығамыз. Екеу, енді үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Тоғыз шықты. Дұрыстап аламыз, енді дөңгелетіп. Енді осылай тестамызды жинап, біреуін жаям дегенше қалғанын алып қоямыз. Енді жаңа суыған заварной немізге майымызды қоямыз. Майымыз қатты бөлме температурасы қатты керек емес, чуть-чуть қатылау болу қажет. Кейін майымыз салып жасаймыз. Формасын ұстайтын осындай заварной крем шығу қажет. Толық араласқанша дейін араластырамыз. Ванильный сахар салуыңыз болады, өзіңіздің қалауыңызша. Болмаса салудың да қажет жоқ. Мен салдым осылай. Тағы да араластырып жатырмын. Дұрыстап толықтай араластырамыз. Неке болған секілді осындай массасын ұстап тұр. Мен істеген кезде. Енді жаңа 7-8 минутта пісірген корждарымызды осылай пісіп шықты осылай. Енді солымызды жинайтын боламыз корждарымызды. Формочкаға салып, үстіне крем салып, жағып шыққанатын боламыз.
Мінекей осындай жиналдым. Енді бір нені бетіне себу үшін әдейі күйдіріңкіреп пісірдім, хрустящий болсын деп. Мінекей енді соны езіп крошки қылып бетіне себетін боламыз. Пакетке салып оқтамай езуіңізге болады, осылай да езуге болады. Екіншісі екеуі істедім, начинкаға жетпей қалады деп. Енді міне кремін жағып болды, енді бетіне жаңа крошканы сеуіп шығатын боламыз. Осындай болып шығады. Жанына жағамыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Осы лайк басып тіркеліп, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет.